Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері. Сіздердің назарларыңызда көкпардан КСРО-ның 9 дүркін жеңімпазы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Әбілхан Дауылбаевтың жүлдесіне арналған 3-ші республикалық турнир. Жалпы биылғы республикалық турнир халықаралық деңгейге бір қадам жасады. Осының нәтижесінде Қытай Халық Республикасынан бір команда келіп дәл осы турнирге қатысқан жайлары бар. Сонымен алғашқы ойын ең тартысты бәсекесі десек болады. Осы чемпионат, яғни турнирдің, өйткені әйгілі құлагер мен Оңтүстік Қазақстан облысының, Жамбыл облысының әулие атасы бақ сынайтын болады. Сонымен әуелі сіздердің назарларыңызда әулие ата көкпар командасының құрамы: Атамекен Рүстемов, Манарбек Дүйсенбиев, Ешжан Құрманбай, Ғалымжан Ақылов, Данияр Смайылов, Азат Жидебеков, Әбуғали Абджаппаров, Йылдос Асыл, Ерлан Жұмасаев, Мұхамеджан Сәрсенбаев, Бағлан Шырымбаев, Құрманбек Тұрғанбек. Ал команда жаттықтырушысы Мұхамедәлі Құралов, команда жетекшісі Үмбет Күшікбаев. Ал құлагер көкпар командасы мына құрамда өнер көрсетеді: Бақтыбай Шырынқұлов, Дәулет Айтан, Нұрмахан Омаров, Бәйдібек Сабыров, Абылайхан Нышанбеков, Нұржігіт Мырзабаев, Асланбек Сайдулла, Темірхан Айтбаев, Ерсайын Әлібек, Омархан Есімхан, Нұркен Омаров, Шымболат Айтуғанов. Ал команда жаттықтырушысы Ақылбай Манкеев, команда жетекшісі Ғани Ахметбаев. Әулие ата көкпар командасының құрамы өзгерген, ол туралы сәл кейінірек. Ортадағы төреші Бақытжан Төлегенов, қапталдағы төрешілер Сидулла Жалелов, Зиябек Жеткеров және Нұрхан Айтбаев. Ардақты ағайындар, сонымен міне жалпы көкпар бәсекесі бұл Әбілхан Дауылбаевтың турниріне арналған. Биыл 3-ші рет жалауын желбіретіп отыр. Соқыр жеребе бойынша мінекей еліміздегі ең мықты қос команда ең бірінші ойынға қатар келген. Әулие ата мен құлагердің арасындағы тартысты бәсеке. Бұл екі команда ел чемпионатында болсын, басқа да турнирлерде болсын, көбінесе ақтық бәсекеде, финалдық ойында кездесетін. Ал бүгін осы турнир барысында бірінші болып өнер көрсетеді. Жалпы әулие ата көкпар командасының құрамында біз команда капитаны Нұрдәулет Момыновты көрмей отырмыз. Нұрдәулет Момынов жалпы қазір төрешілік деңгейге ауысқан, жаттықтырушылық. Бәлкім әлде көкпар бәсекесінен көре жатармыз десек те, осы турнирде сол бағытта жұмыс атқаруға шешім қабылдаған екен. Бұл бәсекеде біз қазандықты көріп тұрған жоқпыз, есесіне шеңберде ойын болады. Қазспорт телеарнасының эфирінен өткен жылы Ақтөбеде өткен жастар арасындағы ел біріншілігінде қазандықсыз бәсекелерді тамашалаған болатынбыз. Мінекей бұл ойында сол жерге сызылған шеңбер, яғни мәреде өтетін болады. Сонымен қатар біз әулие ата сапында Жұлдызхан Тайырбековті көрмей отырмыз. Жұлдызханның орнында Данияр Смайылов, екеуі де өте жақсы шабандоздар. Жалпы Жұлдызханның дәл осы көкпар бәсекесінде алған жарақатына байланысты Әбілхан Дауылбаев атындағы турнирге қатыспайды. Сонымен бәсекенің алғашқы минуттарының өтіп жатқанын көріп отырсыздар. Әзірге ешқандай салым жоқ, шабуыл нәтижесі аяқталды. Ортада жекпе-жек сайысы. Бағлан Шырымбаев пен Темірхан Айтбаев шыққан екен бұл жекпе-жекке. Әрине, әулие ата сапында тұрақты жекпе-жекші Әбуғали Абджаппаров екенін өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл турнирде ол өнер көрсетуде, десек те алғашқы жекпе-жекке шықпаған екен. Бағлан Шырымбаевқа жол беріпті. Темірхан Айтбаев мінекей сіздердің назарларыңызда. Жалпы Оңтүстік Қазақстан облысында құлагер көкпар командасында нақты жекпе-жекке тіресетін шабуылшы жоқ. Барлығы бірдей өнер көрсете береді десек те.
Қазір Темірхан Айтбаевтың Серкеге еңкейген сәтін көрдік, және одан әрекетінен ештеңе шыққан жоқ. Есесіне Бағлан Шырымбаев қазір Серкені тақымға басып шабуылға шыққан. Ойын алаңның сыртына шығарып жіберді. Қақпайлап барып. Демек ортада тағда жекпе-жек сайысы болады деген сөз. Жалпы ардақты ағайын, айта кетейік, көкпар ережесі өзгерген бұл турнирде. Өз қазандығына қарай тартуға тиісті. Әрбір команда, яғни өз шеңберіне, өз мәресіне қарай, баяға ата-бабаның салты бойынша өз ауылына тарту дейтін ұстанымды ұстанып, мінекей соның нәтижесінде көкпарға осындай өзгерістер енгізілді. Әбуғали Әбжаппаров, міне жаңа ғана есімін естеріңізге салған болатынбыз. Жекпе-жекке шығып отыр мінекей. Қандай нәтиже болады, көрейік. Міне, Әбуғали әдегеннен Серкен ілді де командалық әріптесіне ұзатып жібергенін көрдіңіздер. 9-шы нөмірдегі міне Ерлан Жұмасаевтың тақымында. Қандай тартысты бәсеке. Көкпар алаңының жиегінен қайтты дәл қазір. Тағы да артқа қарай. Міне тамаша, әдемі шабуыл. Қараңыздар, қалай қапыда қалдырып кетті қарсыластарын. Өз мәресінің тұсында әрбір команданың жалау ілініп тұр. Соған қарай өнер көрсетуге тиісті. Міне Жұмасаев тағы да бір айналып барып мәреге қарай жақындау үстінде. Дегенмен Оңтүстік Қазақстан облысының қорғаушылары Ерланды қарсы алдынан күтіп алғанын көрдіңіздер. Серкеге жабысып, міне қандай талас, қандай тартыс. Шіркін-ай, бұл палуанның тақымы тастай екені бәріне белгілі. Десек те ойын алаңның сыртына шығарып жүрген мүмкіндік бар. Және төрешінің сықырыға ойынды тоқтатты. Серкені ойын алаңның сыртына шығарып жіберді деп шешім қабылдаған екен. Десек те біз толықтай сыртқа шыққанын көрген жоқпыз. Ерлан Жұмасаевтың ортада жекпе-жек сайысы. Бұл жолы кім шығады екен? Мінекей Бақытжан Төлегеновтың сықырыға бастаңдар дейтін пәрменді берді. Және Бағлан Шырымбаев емес, Әбуғали Әбжаппаров бұл жолы Серкені көтеріп тақымға басқан бойда жиекке тастап кетті. Және Абылайхан Нышанбеков Серкені іліп, қазір міне мәреге қарай жақындады. Және жоқ, шығып кетті. Омархан Есімхан қазір қайтадан Серкені өз тақымына басып алған. Қандай тартысты бәсеке десеңізші. Өз мәресінің айналасында тастауға мүмкіндік бар еді. Әлде болса тартыс, әлде болса жерде жатқан Серкеге талас. Іліп тастай салса болғаны, бірақ оған жамбыл жігіттері мүмкіндік берер емес. Міне Абылайхан қайтадан келді және тастады. Бұл алғашқы салым ардақтар. Артына бір қарап Серкенің нақ түскеніне көз жеткізді де ары қарай шаба жөнелген Абылайхан Нышанбековті көріп отырмыз. 1994 жыл туған шабандоз, астындағы тұлпары құрма. Мінекей Оңтүстік Қазақстан облысының ойыншысы алғашқы есепті ашып үлгерді. Ойынның 7-ші минутында. Сонымен бәсеке ары қарай басталып та кетті. Шеңберде жатқан Серкені жамбылдың жігіттері қазір көтергенін көріп отырсыздар. Құрманбек Тұрғанбек тақымына Серке тисе салым салмай қайтпайтын палуандардың бірі. Мінекей дәл мәренің үстінен өтті. Бір айналып барып қайта тастауға
мүмкіндік ашуға тырысқан, десек те Оңтүстік Қазақстан облысының оғландары Ерсайын Әлібек қазір тамаша қорғаныстың үлгісін көрсетуде. Нәтижесінде Серкені қоса алып, ойын алаңының сыртына шығып кеткен жайы бар. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болмақ. Мінекей бастаңдар деген пәрменін көрдіңіздер ортадағы төрешінің. Әбуғали Әбжаппаров және Бақтыбай Шырынқұловтың арасындағы жекпе-жек. Міне Әбуғалидің еңкейген сәті, бірақ Серкені тақымға басып алғанымен де оңтүстіктің жігіттері қазір бірден жармаса кеткенін өздеріңізде көріп отырсыздар. Атап айтқанда 6-шы нөмірдегі Нұржігіт Мырзабаев, ұлттық құраманың ойыншысы. Әлде болса Әбудің тақымында Серкені ойын алаңның сыртына ығыстырып шығарды қазір. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болмақ. Есеп 1-0. Құлагердің жігіттері алда. Тағы да Әбуғали Әбжаппаров Темірхан Айтбаевпен күш сынасады. Қараңыздар, бір сәтте, қас қағым сәтте Серкені жұлып, серпе тартып, тақымға басып алғанын көрдіңіздер. Және Манарбек Дүйсенбиевке Серкені беруге тырысқан, жолдан құлатып алды. Еңкеуге тиісті енді. Ойын тоқтатылды. Міне сіздердің назарларыңызда Ақылбай Манкеев кезінде Құлагер көкпар командасының сапында өнер көрсеткен және ең үздік, ең атақты булитшілердің бірі болғанын өздеріңізде жақсы білесіздер. Бұл жерде енді ереже бұзылды деп тұр. Әзірге кім екенін нақты көрсеткен жоқ. Ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Құлагерліктер 3 адаммен өнер көрсетуде. Міне Әбуғали Әбжаппаров қайтадан Серкені өз тақымына басып алған. Десек те ойын алаңның сыртына шығып кетті. Тағы да жекпе-жек, тағы да Әбуғали. Бұл жола құлагерліктердің мерей үстем болды. Омархан Есімхан Серкенің тақымға басқан ет. Алайда ойын алаңның сыртына шығып кеткенін көріп отырмыз. Серке ортадағы шеңберге тасталады. Әбуғали мен Омарханның арасындағы кезекті жекпе-жек. Міне, қандай тартысты бәсеке десеңші. Қалай қағат. Қос аяққа тұрып қазір. Міне, Әбуғали Серкен жерден көтерді. Қалай әдемі оң жақ тақымына басып алғанын көрдіңіздер. Аттың екпінін баса алған жоқ. Нәтижесінде Серкені қосалып ойын алаңның сыртына шықты. Ортада тағы да бір жекпе-жек болады. Бұл ойын тек жекпе-жектерден тұрмаса егет. Мінекей. Тұрғанбек Құрманбек шыққан екен бұл жола.
Шіркінай, қараңыздаршы, қандай керемет ойыншы, керемет көкпаршы. Иә. Салым салуға шақ қана қалды қазір. Міне. Көкпар алаңның ұзындығының да өзгеріске ұшырағанын көріп отырсыздар. Құрманбек Тұрғанбек 1997 жыл туған, өте жас шабандоз. Қалай шыргөбелек айналдырып жүр. Қайтадан әдемілеп тақымға басып алды. Міне әдемі өтті, шіркін-ай тағы да. Міне қараңыздар, қалай айналады. Не командалық әріптесіне Серкені ұзатқан сәтін көрдіңіздер, бірақ ол ойын алаңының сыртына шығып кетті. Анырбек Дүйсенбиев болатын, ең үздік шабуылшылардың бірі Әулие Ата сапындағы. Десекте бұл жолы Құрманбектің өзіне апаруға мүмкіндік туғызу керек пе, кім білсін. Ортадағы тамаша жекпе-жек нәтижесінде Бақтыбай Шырынқұлов Серкені тақымға басып алды. Міне қазір кері қарай өз жалау өлініп тұрған мәреге қарай шабуға тиісті болған. Бірақ Жамбыл облысының жігіттері қорғаныста тас қамал болып өнер көрсетуде. Бақтыбайдың тақымындағы Серкені Бағлан Шырынбаев жұлып алғысы келеді. Қандай тартыс, қараңыздаршы. Міне дода. Серке құлагерліктердің тақымында, атап айтқанда Темірхан Айтбаевтың. Оңтүстік Қазақстандағы атышулы палуандардың бірі. Жұлып алуға мүмкіндік бар қазір. Бірақ ойын алаңның сыртына шығып кеткенін көрдіңіздер. Нұржігіт Мырзабаев қазір аттан аударылып қалған екен. Аттың қоса құлап. Бірақ тұрып жүріп кеткеніне қарағанда жарақат ауыр болмағанын көріп отырмыз. Және міне көкпар алаңында өнер көрсетуде. Міне тамаша салым. Оңтүстік Қазақстан облысының жігіттері қалың доданың арасынан бір салымға қол жеткізді. Бұл Асланбек Сайдулла. 1989 жыл туған, астындағы тұлпарын қаршыға деп атапты. Мінекей бірінші кезеңнің соңғы минуты таяған тұста тамаша бір салымға қол жеткізіп отыр. Көрдіңіздер ғой. Қалай салымға ие болғанын. Міне Серкеге іліп бара жат таласатын шіркін оңтүстікпен құлагердің аптал азаматтары. Әулие Атаның жігіттері Қазақстан Республикасының көкпардан 9 дүркін чемпиондары. Оңтүстік Қазақстанда әзірге 4 дүркін деген ғана атақ бар. Дегенмен екі командада бір-біріне өте сай, өте мықты шабандоздардан жасақталған. Міне 7-ші нөмірдегі көк атты мінген Асланбек Сайдулла тағы да. Серкені алып қазандыққа, яғни өз мәресіне беттеп бара жатқан кезде төрешінің ысқырығы естілді. Бірінші кезең осымен тамам. 2-0
құлагердің пайдасында. Қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері, көкпардан КСРО-ның 9 дүркін жеңімпазы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Әбілхан Дауылбаевтың жүлдесіне арналған бұл турнир ересектер арасындағы жалпы әзірге республикалық көлемде жалауын желбіретіп жүр. 2 жыл қатарынан дәл солай өткен болатын бұл турнир. Ал биыл халықаралық деңгейге көтеру үшін шет мемлекеттерден де командалар шақырылды. Соның нәтижесінде Қытай Халық Республикасынан бір команда келіп қатысып отыр. Десек те алдағы уақытта бұл турнир халықаралық дәрежеге жетеді. Және көптеген мемлекеттерден командалар қатысады деген сеніміміз мол. Міне бұл жерде енді расымен де төрешінің шешіміне дау айта алмаймыз. Десек те аттан Құрманбек әдейі құлатқан жоқ. Қарсыласы Асланбек Сайдулланы, сол үшін ойындар қарай жалғастыра беру керек еді. Бірақ төрешінің шешімі сол болды. Оған жасар шара жоқ. Серкені қайтадан ойын алаңының сыртына шығарып алды. Ортада жекпе-жек сайысы. Не Бақытжан Төлегеннің баста деген пәрменінен кейін Асланбек пен Құрманбек қайта шыққан екен. Асланбек Сайдулла. Екінші салымның авторы бүгінгі ойындағы. Шіркін-ай, қандай дода десеңші. Темірхан Айтбаевтың тақымына ойысты Серке. Темірхан Айтбаевтан қандай нәтиже күте аламыз? Тақымына Серке тисе, салым салмай қоймайтын мықты шабандоздардың бірі. Міне екі қорғаушы артта қалды. Алда енді 2 ойыншы ғана бар. Оның біреуінен қазір тағы өтіп бара жатыр. Және жалғыз қалған сәт сияқты жоқ. Жамбылдың жігіттері тағы да қорғанысты күшейтіп жатыр. Десек те Темірхан Айтбаев Серкені тақымға басып мәре сызығының айналасында. Қараңыздар, қандай тартыс бас екен. Міне тамаша өтті. Қазір салым салуға мүмкіндік бар ма екен? Жоқ. Атамекен Нұрсүтемов Темірхан Айтбаевтың ізінен қалмайды дәл қазір. Міне тағы да әдем айналып өткенін көрдіңіздер. Ашықтан ашық қалуға барынша тырысып келе жатқан Темірхан Айтбаев дегенмен қос жамбылдықтың ортасында қалып қойды. Енді ертерек мәреге жақындауға тиісті. Қараңыздар, қандай додамен келе жатыр. Қандай қалыңмен келе жатыр. Міне мәрегеде жақындады және ту сыртынан айналып келіп тамаша салымға қол жеткізді. Шіркін-ай, қандай шеберлік десеңші. Темірхан Айтбаев 1982 жыл туған шабандоз ардақты ағай. Астындағы тұлпары найза. Оңтүстік Қазақстан облысының ойыншысы. Мінеки ойынның 25 минутында есепті еселеді. 3-0.
қалай тамаша салым салғанын өздеріңіз де көрдіңіздер. Міне бұл жерде доданың ту сыртынан айналып барып, дәл шеңбердің ортасына келіп, Серкені жай ғана тастай салғанына куә болдыңыздар. Бірақ осыған дейінгі еңбек, осыған дейінгі Темірханның ойын өрнегін әркімнің қолынан келе бермейтін айта кеткеніміз жөн шығар. Жамбылдың жігіттері еңкейді, бірақ Серкені іле алған жоқ. Құрманбек, Тұрғанбек қазір Серкені қарсыласының қолынан жұлып алып, тақымына басуға ниет білдірген. Дегенмен де құлагердің палуаны мінекей Серкеге қолтықтай құшақтап жармасып алғанын көрдік. Әлде болса талас Манарбек Дүйсенбеевтің тақымында кетуге шақтана қалды Серкенің. Құлагердің жігіттері әлде болса құлағанша Серкені өздеріне алып қалуға тырысуда. Қабая ойын алаңының сыртына шықты. Ортада кезекті жекпе-жек болады деген сөз. Жекпе-жек басталды. Әбуғали Әбжаппаров Асланбек Сайдуллаға қарсы, және Әбуғали тамаша Серкені өз тақымына басып алды. Командалық әріптесіне қалай ұзатып жүргенін көрдіңіздер. Бұл Бағлан Шырымбаев болатын. Бағлан Шырымбаев мінекей шабуылға шығуға оңтайлы сәтті тамаша мүмкіндікті қарастыруда. Командалық әріптесіне тағы да Серкені ұзатып жүруге тырысқанымен құлагерліктердің қорғанысы өте мығым екеніне көз жетті. Серкеге талас әлде жүріп жатыр. Ғалымжан Ақыловтың тақымында Серке. Ғалымжан Ақылов қандай нәтиже көрсетер екен, бірақ Серкені ойын алаңның сыртына алып шығып кетті. Әрине, құлагерліктердің қорғанысының нәтижесінде ортада тағы да жекпе-жек өтеді. Жалпы дәл осы турнирдің барысында жиналған командалардың саны қуантпайды. Десек те аудандық деңгейде шығып жатқан командалар бар. Оның бірі Майлыкент, Асанбай Асқаровтың турниріне де қатысқан болатын. Түлкібас ауданынан Оңтүстік Қазақстан облысының, және дәл осы облыстың Сарыағаш ауданынан Қазақстан дейтін команда келген екен. Демек, әр түкпірде, өңір-өңірлерде, аймақ-аймақта көкпардың дамуына сүбелі үлес қосып жүрген жігіттер бар деген сөз. Мінекей Әбуғали Әбжаппаровтың тамаша шабуылы өзі ғана алып кетті, бірақ Серке қазандықтың жиегінде қалып қойған сияқты. Әдемі шабуыл болған. Тамаша ұйымдастыра білді. Иә. Саналмайды. Себебі Серке шеңбер сызығының жиегінде жатыр. Ережеге сәйкес бір сирақ тиіп жатса да, бұл салым болып саналмайды. Егер дәл осындай жағдай орын алғанда,
шеңбер түбінде, яғни үлкен шеңберде жалпы командалық тартыс болатыны белгілі. Тағы да Жамбылдың жігіттері мен құлагердің жігіттері қоса көтеріпті Серкені. Нәтижесінде ойын алаңның сыртына шығып кетті. Қазір ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Төрешінің пәрменін күтеміз. Оңтүстік Қазақстаннан Омархан Есімхан Әбуғали Әбжаппаровқа қарсы өнер көрсетуде. Міне еңкейе берген тұста атпен қағып жіберіп Әбуғали Серкен жерден тамаша еңкейіп алғанын көрдіңіздер. Міне тартыс, міне бәсеке. Құлагердің жігіттері тақымдады. Міне қараңыздар, қандай тамаша шабуыл. Мәре сығына жақындаған кез Данияр Смайылов мінеке қорғаныста. Міне Мәренің түбіндегі айқас. Және салым салуға тамаша мүмкіндік ашылды. Қайта айналып келуге ұйғарған екен. Құлагердің палуаны мінеке тамаша өткенін көрдіңіздер. Және мүмкіндік қой мынау. Бір ғана қорғаушыдан айналып өте алған жоқ. Омархан Есімхан Серкенін тақымдап ар шапты, бер шапты, бірақ әзірге салым бола қойған жоқ. Не Манарбек Дүйсенбеев қазір Серкеге жармасуда. Тақымы тастай палуан екен. Ешкімге Серкен ұстатқанмен берер емес. Мұндай сәтте командалық әріптесіне зат жүруге ыңғайлы. Және Темірхан Айтбаев қазір Серкені емденуге тырысқан. Жамбылдың жігіттері дер кезінде жапса кетті. Міне тартыс, міне тамаша бәсеке. Темірхан Айтбаев Серкен тақымдап келді және шығып кетті. Мәреден өтіп кеткеніне куә болдыңыздар. Бұл әрине салым емес. Сәл ғана ертерек тастауға тиіс еді. Және ешқандай ешкім жоқ кезді пайдаланған. Нұркен Омаров күтпеген жерден бір салымға қол жеткізді. Әрине ережеге сай ма, әлде ол сай емес пе, оны төрешілердің еншісіне бердік. Бірақ шынымен де толықтай шығып кеткен екен. Серке осы сәтті ұрымтал пайдаланған. Нұркен Омаров болды. Есеп 4-0. Астындағы тұлпарын мерген деп атапты Нұркен Омаров. 1989 жыл туған шабандоз. Әдемі еңкейгенімен Серке қолға ілінген жоқ. Міне әдемі еңкейіп 12-ші нөмірдегі Шымболат Айтуғанов қазір Серкені алып мәреге қарай жақындап келгенімен де ойын алаңның сыртына шығып кету қауіп бар. Дәл сызық жерде жатқанымен қазір Жамбылдың жампоздары көтерген бойда ойын алаңның сыртына шығарды. Атап айтқанда Есжан Құрманбай.
Ортада жекпе-жек Әбуғали Абжаппаров тағда ортада жекпе-жекке шығып өнер көрсетуде. Қабая. Серкені жерден Құрманбек көтеріп, қазір ортадағы шеңберге тастайтын болады. Сол жерде жекпе-жек сайысына куә боламыз. Төрешінің сықырғын күтудеміз. Және жекпе-жекте басталды. Әбуғали тағы да Асланбек Сайдуллаға қарсы өнер көрсетіп, бұл жолы Асланбектің мерейі үстем болды. Сегізінші нөмірдегі Йылдос Асыл Серкені өзіне алғанымен ойын алаңның сыртына шығып кеткеннің куәсі болып отырмыз. Демек тағда жекпе-жек болады. Әбуғали мен Асланбек. Асланбек Әбу өліп бара жатқан Серкені өз тақымында қалдыруға тырысып, және өз дегеніне жетті. Тартысқа толы бәсеке. Шымкенттің жігіттерінің тақымында Серке. Бірақ мәреге жақындай алмай жүр. Құрманбек Тұрғанбектің тартысын қараңыздар. Шіркінай, нағыз батыр ғой. Өте жас балуан. Ойын алаңның сыртына шығарып алды Серкені. Демек ортада қайтадан жекпе-жек сайысы. Әрқайсының астындағы еңсікке салсаң төске ұзатын тұлпарлар. Тағы да жекпе-жек. Бүгінгі ойын жалпы жекпе-жекке толы болған айта кеткеніміз жөн шығар. Бақтыбай Шырынқұлов, міне сіздердің назарларыңызда. Дегенмен жекке-жекке шыққан ол емес. Әбуғали мен Омархан. Әбуғалидің еңкейісін қараңыздар, шіркінай. Алыстан ытқып барып, құдды бір қолы магнит сияқты. Серкеге тие бергенде жапса кетеді. Міне Әбуғалидің өзінің шабуылы 4-0 есебімен әзірге артта келеді. Әулиатаның жігіттері. Йылдос Асылға берген екен Серкені, және тамаша салым салуға мүмкіндік болғанымен де ойын ережесіне сәйкес Серке шеңбердің ішінде толықтай жатуға тиісті. Егер олай болмаған жағдайда салым боп саналмайды. Енді жалпы командалық тартыс ортада өрбейді. Төрешінің сықырыға жерде жатқан Серкені еңкейіп көтеруге барын салатын жігіттердің бәсекесіне куә боламыз. Дегенмен де уақыттың аяқталып қалғанын өздеріңізде көріп отырсыздар. Төрешінің сықырыға есеп 4-0 құлагер жігіттерінің пайдасында. Бұл ардақ тағайын КСРО-ның көкпардан 9 дүркін жеңімпазы, Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Әбілхан Дауылбаевтың жүлдесіне арналған турнир екенін айта кетейік. Міне турнирдің алғашқы ойынында осымен тәмам. Әулиата мен құлагер арасындағы болған ойында 4-0 есебімен Шымкент жігіттерінің бабы келісіп бағы жанғанын көрдік. Ендігі ойында біз Майлыкент пен Қазақстан командаларының арасында ұсынатын болатынбыз.
яғни Майылкент пен Қазақстан командаларының арасындағы ойынды ұсынамыз. Түлкібас ауданы мен Сарыағаш ауданының жігіттері турнир барысында бақтыласатын болады. Бұл көкпар бағдарламасы. Бағдарламаның режиссерлары Руслан Дәулетов және Жарқын Барақбаев, комментатор Әдет Тегінмен Қайырхан Мәулен. Аман сау болыңыздар.